Баршаңызға сәлем. Бүгін біз адыраспан жайлы нақты айтатын боламыз. Адыраспан қандай ауруларға ем, және де адыраспан үйді жын шайтандардан тазарта ма деген сұраққа жауап беретін боламыз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетіңіз. Ал ендеше адыраспан қандай ауруларға ем? Адыраспанның бұтағы мен жапырағын және гүлін емдік мақсатқа пайдаланылады. Атақты ғалым дәрігер Әбу Әли ибн Сина оны 8 көз құйымшақ қабынған кезде шаншуды басатын дәрі ретінде қолданыпты. Халық емшілері адыраспанды ревматизм, қышыма және де басқа да тері ауруларын емдеуге пайдаланылады. Оның шөбінен қайнатып жасалған тұнба соғып тигенде безгек ауруларына және нерв жүйелерінің әлсіреуіне, ұстама ауруларына ем болып саналады. Адамдар оның шөбін жағып түтінімен бас ауруын емдейді. Әрі жұқпалы сырқаты бар адамдар жатқан бөлмені залалсыздандырған. Адамдар ежелден адыраспанның ұрығын зығыр тұқымымен қосып демекпені емдеген болатын. Сондай-ақ қара немесе қызыл бұрышқа араластырып қотырға жағады, немесе несеп жүргізетін, тер шығаратын дәрі ретінде қолданылған. Адыраспанды мың жапырақ гүлдерімен, шәуіп гүлдерімен қосып қайнатады да онымен асқазан сөлін азайтуын, яғни гепатита гастритін емдейді. Адыраспанды қайнатып сол сумен аяқ-қолы сырқыраған адамдар денесін буласа сап тыйылады екен. Бұрындары суық тигенде, денеге бөрткен шыққан кезде және ұмытшақтық меңдегенде, тіс қақсағанда осы адыраспанның суымен буымен емдеген екен. Қазіргі уақытта да адыраспаннан жасалған дәрілерді қолданып жүрміз. Адыраспан түйе табандар тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдік. Сабы мен гүлінде у болады. Ол сасық иісті және дәрілік шөп болып саналады. Биіктігі 30-80 см болады. Және де тау беткейлерінде, жол бойларында, жазық далаларда өседі. Бұрынғы заманда адамдар табиғатпен тығыз байланыста болды. Олар шөптердің қасиетін жақсы білді. Адыраспан орталық Азияда жиі өсетін шөп болғандықтан мал жемейді. Адамдар 4 түлік мұны неге жемейді деп оған назар аударса керек. Оның ерекше қасиетіне сенген дейді. Адыраспан қайда өседі? Адыраспан халық арасында белобок, изрик, бивик, адыраспан, испанд, хазор-испанд, эсири, хармал және де тағы басқа атаулармен таныс болған. Ол орталық Азияларда, Ресейдің Еуропа бөлігінде, оңтүстік Кавказда, оңтүстік Еуропада, солтүстік Африкада, Таяу Шығыс пен Моңғолияда және де Қытайда өседі. Шаңға аллергияңыз болса не істеу керек? Адыраспан шөбінің қайнатындысымен тұнбасы ауруды басып, адамды тыныштандырады, сырқатты асқындырмауға және тер шығаруға көмектеседі. Тұнбасы суық тигенде пайдаланылады. Ал қайнатындысы ауыз қуысы мен тамаққа суық тигенде ауыз шаюға да басқа да шөптермен қосып ауызды жууға қолданылады. У ретінде қолданған. Және де бұрынғы заманда моңғолдар адыраспанды у ретінде пайдаланылған көрінеді. Олар оны жауының ұлтарағына жаққан. Бірнеше күннен соң адам өлген болатын. Ұлт азаттық қоғам қозғалысының қолбасшысы Батыр Шешен Сырымдатұлының адыраспанмен улады деген дерек бар. Адыраспан үйді жын шайтандардан тазарта ма? Бұл шөпті қазақ киелі өсімдік деп санайды. Сондықтан халық арасында оны бәле-жаладан сақтайды деп үйдің ішіндегі көрнекілеу жерге, кереге басына іліп қояды. Ал жаңа үйге кірерде босағаға жын шайтан мүлдем жоламасын деп аластаған. Сонымен қатар жын шайтандардан тазарту үшін адыраспандардың бір бұтағын отқа салып тұтататын, үйді аластайтын болған. Сонымен қатар адыраспан психоделіктер қатарына жатады. Оны көп мөлшерде қолдану адамды естен айыру жағдайына түсіруі мүмкін. Адыраспанда шариғат не дейді?
адыраспанды көпшілік аластау мақсатында қолданылады. Бұрынғылар сәбидің бесігін, сырқат адамды және тіл-көз тигендерді аластайтын болған. ХМДБ шариғат және пәтуа бөлімінің меңгерушісінің орынбасары Қасан Аманқұл адыраспанды дезинфекция ретінде қолдану шариғатымызға еш қайшы келмейді дейді. Менің бүгін берген ақпаратым сізге ұнады деген ойдамын, және де сіздің ойыңызда болған қандай да сұрақ пайда болса, төменге жаза кетіңіз, міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Жақсы, сау болыңыздар.